Көзі үлкен адамдардың мінезі қандай болады? Олар экстраверттер, әлемге ашық, айналасына ашық адамдар, визуалдар, кез келген нәрсені анықтап, анық көруші адамдар, және де өзінің фантазиясына ерік беретін адамдар. Егерде қыздарда әсіресе көзі үлкен және мұрны пұшық болатын болса, олар ақкөңіл және де сенгіш қыздар. Көбінесе көзі үлкен қыздарда кездеседі. Олар мысалға свиданияға баратын алдында сол свиданияны ерекше өзінің фантазиясына беріліп, осындай маған гүл сыйлайды, ол жерде маған осындай сыйлық болады, ресторанның ішін алдын ала осындай фантазиясына ерік беріп, визуализация жасауы мүмкін. Егерде ол ойындағыдай болмай жатса, көбінесе көңілі қалып жатады. Енді біздің тарихта осы көзі үлкен адамдардың ішінде адамдардың бірі Джордж Салманазар деген адамды айтуға болады. Ол адам негізі Францияда туылған, Англияға келеді. Англияға келген кезде ол өзінің Формоза аралынан келгенін деп таныстырады. Ал негізінен келгенде бұндай арал мүлде әлемде жоқ аралды айтады. Және ол аралдың адамдарының әдет-ғұрпы, өмір сүру үрдістері жайлы айтқан кезде көбінесе оны аристократ адамдар қызығып тыңдайтын болады. Солай оны аристократ адамдар арнайы қонаққа шақырып, оның әңгімесін тыңдау үшін қонақ етеді. Тіпті бұл адамды, Джордж Салманазарды, Оксфорд университетіне сол Формоза аралы туралы, олардың тілдері қандай деген сияқты арнайы лекция оқиды. Бұл адам жайлы тіпті королева Анна Стюартта оны да қызықтыра бастайды. Ал бұл өтірік кейіннен, бұл адам қайтыс болғаннан кейін ғана бұл өтіріктің құпиясы ашылады. Шындығында келгенде бұндай аралда жоқ, бұндай адамдарда жоқ екенін біледі. Ал енді өздеріңізді белгілеп кетсеңіздер болады, көзі үлкен адамдар, сіздерде қандай? Шында да осындай адамдарсыздар ма? Егер шын болса, плюс белгісін басып кетіңіздер. Рахмет тыңдағандарыңызға.